Киви жемісінің отаны Қытай елі болып саналады. Дегенмен қазір әлемнің көптеген елінде өсірілетін бұл жемістің емдік қасиетін білесіз бе? Кивидің 80% судан, ақуыз майлары және көмірсудан тұрады. Жеміс калориясы аз болғанымен құрамындағы микроэлементтер мен дәрумендер адам ағзасына өте пайдалы. Кивидағы актинидин ферменті ақуыздарды ыдыратып, қан ұйуын қалыпқа келтіреді. Сонымен қатар ас қорыту жүйесіне жақсы көмектеседі. Жеміс С дәруменіне бай болғандықтан жұқпалы індеттерге қарсы адамның иммундық жүйесін жақсартады. Сондай-ақ жемісті үнемі жеу холестеринді шығарып, ағзадағы жағымсыз нитраттарды бейтараптандырады. Киви жүрек қан тамырлары аурулары мен қатерлі ісік ауруларының алдын алады. Жеміс құрамындағы микроэлементтер қылтамырларды бекітіп, тромбоз бен артеросклероздың пайда болу қаупін азайтады. Киви ағзадағы артық тұзды шығарғандықтан бүйректе тастың қалыптасуы азаяды. Киви бұл денсаулыққа пайдасы бар кішкентай жеміс. Олардың жасыл еті тәтті, кейде ащы болып келеді. Ол сондай-ақ С дәрумені, К, Е дәрумені, фолий қышқылы және калий сияқты қоректік заттарға өте бай. Олар сондай-ақ көптеген антиоксиданттарға ие және талшықтың жақсы көзі болып табылады. Олардың кішкентай қара тұқымдары бұлыңғыр қоңыр қабығы сияқты жеуге жарамды. Бірақ көп адамдар кивиді жемес бұрын қабығынан тазартып алғанда жөн көреді. Кивидің емдік қасиеттеріне келер болсақ, киви астманы емдеуге көмектесе алады. Киви құрамындағы С дәрумені антиоксиданттардың көп мөлшері демікпемен ауыратын адамдарды емдеуге көмектеседі. Жүргізілген зерттеулер барысында жаңа піскен киви жемісін үнемі тұтынатындар арасында өкпенің жұмысына пайдалы әсер еткені анықталды. Киви ас қорытуға жақсы көмектеседі. Кивиде көп мөлшерде талшықтар бар. Ол ас қорытуға пайдалы. Олардың құрамында ақуыздарды ыдыратуға көмектесетін актинидин деп аталатын ферменттер бар. Иммундық жүйеңізді жақсы көтереді. Киви қоректік заттарға бай және С дәруменіне өте толы. С дәрумені ауруды болдырмау үшін иммундық жүйені нығайтуға қатысты маңызды қоректік элемент болып табылады. Киви иммундық функцияны қолдап, суық тию немесе тұмауға ұқсас ауруларды даму ықтималдылығын азайтады. Бұл әсіресе 65 жастан асқан ересектер мен жас балалар тобына қатысты. Киви жемістері иммундық жүйемізді қосымша күшейтіп қана қоймай, қан қысымын реттеуге жақсы көмектеседі. 2014 жылғы зерттеу барысында күніне 3 кивидің құрамындағы биоактивті заттар қан қысымын төмендететіні анықталды. Ұзақ мерзімді перспективада бұл инсульт немесе инфаркт сияқты жоғарғы қан қысымынан туындауы мүмкін жағдайлар қаупін төмендетеді. Біздің қан қысымымызды басқаруға көмектесумен қатар, киви қанның ұйуын азайтады. Ол сондай-ақ қандағы майдың мөлшерін азайтады. Ғалымдар бұл әсерлер жүрек саулығын жақсарту үшін аспириннің күнделікті дозасына ұқсас екенін айтты. Макулярлы дегенерация көру қабілетінің жоғалуының негізгі себебі болып табылады. Киви құрамында зеаксантин мен лютеин көздің денсаулығына оң әсер ететін және макулярлы дегенерацияның дамуына жол бермейтін каротиноидтар бар. Бір тәжірибеде күніне жемістің 3 порциясын жеген қатысушыларда макулярлық дегенерацияны 36%-ға төмендеткен анықталды. Кивиді кімге жеуге болмайды? Жасыл жидектер өте күшті аллерген болып табылады. Және оларды тұтыну кезінде абай болу керек. Бұл жемісті кішкентай балаларға бермеген абзал. Кейінірек диетаға өте мұқият енгізген дұрыс. Кивиде сонымен қатар дерматит тудыратын және тіс эмалін зақымдайтын көптеген қышқылдар бар. Кивиді жегеннен кейін ауызды сумен шаю арқылы олардың әсерін азайтуға болады. Ағзамызға пайдалы тағамдарды тұтынып, денеміздің саулығына ат салсайық. Арнаға тіркеліп, денеміздің сырын бірге анықтаңыз. Келесі видеода жолыққанша.